Elhamdülillahi Rabbil alemin vel âkibatu lil muttaqin vessalatu vesselamu ala Resulillahi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Allahümme la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala mına oturusumuzda hayırlı, berekeli, dünya ahiretke paydası tiyetin oturuslardan boluğu Allah subhanahu wa ta'ala nasip etsin. Namaz jaylı soraklar bolgan edi. Nege biz namazımızda, yani namazda kalay namaz okumuz gerek? Қазіргі таңда көпшілік адамдардың, көпшілік мұсылман бауырларымыздың қоятын сұрағы, неге мен намазда оқып жатқан кезде менің ойым бұзылып жатады, намаз оқып жатқан кезде әртүрлі ойлар есіме келеді, тіпті бір нәрсені жоғалтқан болсам сондай нәрсеге дейін есіме келеді деп қайта сұрақтар көбейіп қалды. Себебі Аллах субхану ва тағала Құр'ан-ы Керимде cennet iyeleri, cenneti adamların sifatını bayandаған кезде Allah Teala cennet iyelerinin 10 türlü sifatı var eken. Yani cennetilerinin 10 türü Allah Teala Kur'an'da A'udhu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kad aflahal mu'minun. Müminler batahqiq, yani kurtuldu. Nemin? Ellezinehum fi salatihim khashi'un. Olar namazlarında huşumen oturatınlar deb Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bayandap berip жатыр. Yani bizden namazımızda huşu bolmaganның sebebi biz namazda kulçuluktun en mangızdısı ol namaz ekenin bilmeymiz. Sebebi кейбір adamlar, bauırlarımız biz niye üçün namaz оқып жатырмыз, ашейін жатып тұрып жатырмыз. Сондай адамдарға қарап намаз оқитын бауырларымыз да бар екен. Өкінішке орай осы нәрсені естіген кезде таң қаласыз. Сіз неге жұмаға барып жатсыз деп сұрақ қойсақ, мен жұмаға адамдар барып жатқаннан кейін барып жатырмын. Адамдар намаз оқып жатыр, мен де сол жұрттан қалмайын деген мақсатта намаз оқып жатырмын деп айтқан адамдардың сөзін естісеңіз, ол Алла сақтасын өте өкінішті ол. Себебі біз намазды жұрттар намазға барып жатқаны үшін, адамдар жұмаға барып жатқаны үшін ол намаз оқымаймыз. Намаз оқу ол Аллах Тағаланың тікелей бұйрығы болғандықтан Аллах Тағала Құр'ан-ы Керимде «Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун». Мен пенделер мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деп айтады. Енді ол Аллах Тағаланың пенделеріне бұйырған тікелей бұйрығы болғандықтан біз ол нәрсені Аллахтың бұйрығы деп қабылдауымыз керек. Себебі Пайғамбар алейхиссалату вассалам мына хадисті қанша рет естігенбіз. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның алдына бір адам келіп, bir adamның bir sahabanın beynesinde bir adam kelip Peygamber aleyhissalatu vesselamның tizesini sorak koyады. Sonda sorak koygan кезде mынандай soraktарды koyады. Ya Resulullah, akhbirni anil İslam, akhbirni anil İslam, akhbirni anil iman, akhbirni anil sa'a, akhbirni anil ihsan деген soraktарды koyады. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a kelip, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, akhbirni anil İslam, İslam turalı sorak koyun, İslam turalı haber beriniz ya Resulullah деген кезде, Peygamber aleyhissalatü vesselam ne dedi? En teşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah. Birincisi Allah'a kulçuluk жасау. Odan keyin, yani İslam'ın şartların namaz oku, zekat beru, qazılıkka baru, akhbirna anil iman, iman turalı haber beriniz deb aytқан кезде Peygamber aleyhissalatu vesselam ne dedi? Yani imanın şartlarında Allah'a iman keltiru, periştelerine, kitaplarına,
жақсылықта, жамандықта Аллахтан екеніне, яғни қиямет күніне, өлгеннен кейін қайта тірілуіне, иман келтіруіне, сонда біздердің тақырыпқа, біздердің осы неге ең керекті жері «Ахбирни анил ихсан». Ихсан туралы хабар беріңіз дейді. Яғни ихсан туралы хабар беріңіз деген кезде, біз ихсан деген кезде бір адамға бір сауапты жұмыс істеу, немесе бір құдай тамақ істеу деген мағынаны түсінеміз. Негізі ол ондай емес екен. «Ахбирни анил ихсан» деген кезде сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам не деді? «У'будуллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярак». Аллахты көріп тұрғандай құлшылық жасауың. Яғни біріншісі Аллах тағала Аллахты көріп тұрғандай, бізде осы Аллахты көріп тұрғандай бір рет болса да осындай бір құлшылық жасағанымыз есімізде бар ма, жоқ па? Аллахты көріп тұрғандай деген кезде біз Аллахты көріп тұрамыз деген мысал шықпайды ол жерден. Аллахты ешкім көре алмайды. Себебі Муса алейхиссаламға Аллахты көріп тұрғандай деген кезде кейбір мына осы видеороликті көріп адам бауырларымыз Аллахты көріп тұру деген мәселе ол жоқ нәрсе. Немесе кімде осындай түсінік болатын болса, тіпті дінді түсінбеген адам осы нәрсені түсінген кезде дінден де шығарып жібереді тілімен. Негізі ол хадис Аллахты көріп тұрғандай дегеннен мақсат Муса алейхиссаламның кезінде, Муса, яғни Аллахты көрейін деген кезде не деді? Егерде мына тауға қарасаң, тауға қараған кезде Аллах тағала тауды бөлшектерге бөліп тастаған кезде, тау Аллахтың, яғни тау сондай бөлініп кеткен кезде, ол Муса алейхиссаламда, басқа умметтерде, бізде Аллахты көріп тұру деген нәрсе бізде жоқ. Бірақ жүрекпен менің істеп жатқанымды Аллах тағала көріп тұр деген мақсатта құлшылық жасауымыз керек. Екінші вариант не? «Фаин лам такун тараху, фа иннаху ярак». Еш болмаса құлшылығымызда, намазымызда, істеп жатқан әрбір амалымызда Аллах тағала мені көріп тұр. Егерде сол нәрсе болатын болса бізде, біз өте көп нәрседен тиым салады. Нәпсіміз күнәға апармайды. Бір-бірімізді жамандауға, немесе бұл жалпылама, бұл тек қана құлшылық ету үшін намаздың үстінде келген хадис негізі. Бірақ бұдан өте көп мәселені алуға болады себебі